саз өнері мен сөз өнерін ұштастыра білген, жанына қылқаламды серік еткен дара тұлға, халқына асылым, жайлаукөл кештері, еділ мен жайық, әселім атты тамаша әндер сыйлаған композитор, жазушы, Қазақстанның және Қырғызстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Жамбыл атындағы сыйлықтың лауреаты, Парасат орденінің иегері Илья Жақанов биыл 85 жасқа толуда. Жақанов Илья 1936 жылы 6 мамырда Жамбыл облысы Сарысу ауданы қазіргі Ақтоғай ауылында туған, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген. Композитор алғаш өлеңдерін небәрі 23 жасында жаза бастаған. 70-80 жылдары оның есімі Шәмші Қалдаяқов, Әбілахат Еспаев секілді жампоздармен қатар аталды. Оның тағы бір қыры зерттеушілігі. Қазақтың дәстүрлі әншілері мен халық композиторларының қаншама әндерін қазақ тыңдарманына қайта оралтты. 1968-69 жылдары қайта оралған ән «Қош бол, вальс» повестері шықты. Қазақтың ұлы қобызшысы Ықылас жайлы Кертолғау романы алғаш қырғыз тілінде, кейін қазақ тілінде Ықылас деген атпен жарық көрді. Екі жирен, бірінші концерт, Махаббат вальсі, Аққулар қонған айдын көл атты деректі әңгімелер, эсселер және новеллалар жинағы, сондай-ақ Қарабура тарихи танымдық шығармасы, Сынған қылыш атты қырғыз тілінен аударылған тарихи романдары шықты. Біржан Сал, Ақан Сері, Үкілі Ыбырай, Естай әнші, Жаяу Мұса, Мәди, Майра, Балуан Шолақ, тағы да басқа сал-серілер Қазақстан композиторлары Төлебаев, Хамиди, Мұхамеджан, Мусин, Байқадамовтардың шығармашылық портреттерін сомдаған шығармалары, Шоқан және музыка, Жамбыл және музыка, Сәкен және музыка атты телесериалдары бар. Ақжайық аудандық кітапхана қорындағы Илья Жақановтың Селбай әулеті, Үзілген ән, Еділ мен жайық, Дос сыр вальсі атты кітаптарымен таныса аласыздар.